Қайырлы күн достар, бүгін мен бананды пирожнойлар жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға маргаринді, қантты және қопсытқышты салып, қолмен жақсылап үгітеміз. Одан соң айран немесе қаймақ салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды бірнеше бөлшектерге бөліп, жарты сағатқа мұздатқышқа ұстаймыз. Қамыры дайын болғанша біз салмасын жасап аламыз. Ол үшін творог, яғни ірімшікке банан және қант салып араластырып аламыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып осылай жаямыз. Содан соң салмасын салып, банан секілді формаға келтіретін боламыз. Барлық банандарымызды жасап болған соң 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің бананды пирожнойларым пісіп шықты. Оның бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдесеңіз де болады. Өздеріңіз қалағанша әсемдемей-ақ қойсаңыздар да болады. Себебі бұл жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.